Ханнан тақыр таярда, қараша жұртпен хас болар. Байдан бақыт таярда, дәулетіне мас болар. Кәріден абырой таярда, аңды ғаны ас болар. Жетесіз туған жігіттер 25-те жас болар. Кәрілік екі көзі қызартады, сүйектің етін сылып ұзартады. Еңкейсең ет бетіңнен түсіргендей, батпандап тізе тұсқа тұз артады. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы кетер. 15 жас құйын қуған желмен тең. 20 жас дауыл ұрған көлмен тең. 35 ағып жатқан селмен тең. 45 аю аспан белмен тең. 75-те өр көңілің жермен тең. 80-де селкілдеген шал боларсың. 90-да 80-ге де зар боларсың. 100-ге келсең, дүние қызығынан көдеріңді үз. Өлмей тірі жүргенге мәз боларсың. 4 нәрседе үміт бар. Жас өсемін деп үмітті. Жалғыз көбейемін деп үмітті. Жарлы баймын деп үмітті. Ауру жазыламын деп үмітті. Көктемімен жазы кетіп, жапырағы қураған ағаштай ұрты солып, жағы суалған кәрілікте ғана үміт жоқ. Абай үйінде отырып, өзінің досы Бегештен дауасыз не, арзан не, қымбат не деп сұрапты. Бегеш оған дауасыз кәрілік, арзан өтірік, қымбат шындық деп жауап береді. 50 ердің жасы, 70 оттың басы, 80 шоқтың қасы. Беттің қызылын кетпестей көрме, жігіттікті өтпестей көрме, кәрілікті жетпестей көрме. Әр адамның 3 жасы болады. Дененің жастығы, жүректің жастығы және ақылдың жастығы. Өкінішке орай, олар ешқашан сәйкес келмейді. Мейірімділік пен ақыл кәріліктің қасиеттері. 20 жасында әйел жүрексіз және ашуланшақ болу әлде қайда қызықты. Жастардың санасында қандай көңіл-күй басым екенін айтыңыз. Мен кейінгі ұрпақтың мінез-құлқын айтайын. Қартайғанда бақытты болатындай жастықта өмір сүр. Жастықтан кәрілікке дейін ақылды жинақта. Бұдан сенімді байлық жоқ. Жастар сұлулықтың не екенін жақсы білмейді. Олар тек құмарлықты біледі. Орта жас бұл зейнетке шығуға тым жас және басқа жұмысқа тұру үшін тым кәрілік. Жастық өтер, кәрілік жетер.
жұмысқа жарап тұрғанымда мен өзімді кәрілердің тізіміне қоса алмаймын.